Саламатсыздар ма? Бастайық сабағымызды. Бүгін бізде нұсқа талдау, ең жаңа нұсқа. Ең бірінші сұрақтан бірден бастап кетейік. Дайын болсақ, кеттік. Так, программа нәтижесі Python тақырыбына қатысты. Python тақырыбына әлі жете қойған жоқпыз. Бірақ оға дейінгі тақырыптардың барлығы бізде плейлистта бар. Тақырып плейлистында және нұсқа талдау плейлистында 5 нұсқа бар. Сон барлығын міндетті түрде көрейік. YouTube каналда білетін болсақ. Так, енді программа нәтижесі. Бұл жерде n бізге 6-ға тең екен, және де параметрлі for циклы берілген. For циклында range функциясы қолданылған, ал ода бізде 3 параметр. Ең бірінші параметр ол бастапқы мәні, басы. Екінші тұрған соңғы мәні, бірақ өзі кірмейді. Соңы, бірақ өзі кірмейді. Ал мынау соңғы тұрған -1 ол қадам. Демек, басы бізде n-ға тең дейді, ал n 6-ға тең. Демек, 6-дан бастаймыз. Қадам -1. -1 болатын болса, 1-ге азайып отырады каждый раз. 6, 5, 4, 3, 2, 1-ге дейін, бірақ 1-дің өзі кірмейді. Сол себептен де 6, 5, 4, 3, 2 болады екен. Және, мына жерде циклдың ішінде бізде print тұр. Демек, айдың мәндері шығады. Міне ол айдың мәндері. End деген бізде соңына қойылатын белгі, яғни әрбір принттан кейін бізде пробел қойылады екен. Сол себептен де бұлар бір жолға шықты. Егер мынау сөз end болмайтын болғанда, бізде ол әрқайсысы әр жаңа жолға түсуші еді. Сол себептен де барлығы бір жолда 6-тан 2-ге дейінгі сандар шығады. Түсінікті ме? Кері байланыс берейік. Түсінсек, сұрақ болса сұрайық. Ағай, түсінікті. Жақсы, кері байланысты реакциямен, сообщениемен немесе смайликпен берсек те болады. Немесе сұрақ болса микрофонды қосып сұрасақ болады. Кеттік ары қарай. Кестеде берілген есептің нәтижесін табу үшін үшінші бағанның мәні дейді. Так, логикалық операциялар тақырыбы. Біз бұны өттік па? Жоқ, өткен жоқпыз. Бұған жете қоймаппыз әлі. Бірақ бізде плейлистта тақырыптардың ішінде, практикумның ішінде осы тақырыпқа қатысты 3 видео бар, кіріп қарасақ болады. Енді болды, сөйлеп болғаннан кейін микрофон өшіріп отырайық. Мен желательно, өйткені өте қатты шум береді. Так, мына жердегі бізде терістеу амалы. Терістеу амалы бізде кірісте 0 кірсе 1 қылады, 1 болса оны 0 қылады. Яғни керісінше терістейді. Демек, мынау аны терістейміз. 0 болса ол 1 болады, 1 болса 0 болады, 0 болса 1 болады, 1 болса 0 болады. Енді одан кейін оны көбейтеміз. Көбейту амалы. А мен бұны мысалы көбейтетін болсақ, олардың мәндері мынандай болуы мүмкін ғой, кез келген мән болуы мүмкін. Бұл көбейту амалы 0 мен 0-ді көбейтсек 0, 1 мен 0, 0 береді. Барлығы 0, тек 1 мен 1-ді көбейтсек қана 1 береді. Демек, мына жерде 1 мен 0-ді көбейтеміз, 0 болады, 0 мен 0-ді көбейтеміз, 0 болады. 1 мен 1-ді көбейтеміз, 1 болады, 0 мен 1-ді көбейтеміз, 0 болады. Осында жауап бар ма? Қарайық мұқият. Бар екен, бір жауабы. Жақсы, кеттік ары қарай. Сұрақ бар ма? Кері байланыс беріп отырайық. Ағай, нелер бола ма? Естібемше мысалға, конъюнктор болып, дизъюнктор болып шыға ма, или конъюнктор болып, инвентор болып шығады дегендер бар ма ондай? Бар, мынандай сызба бар бізде, мысалы. Конъюнкцияның сызбасы осындай болатын болса, егер сызбаның шығыс бетінде мынандай нүкте тұратын болса, ол конъюнкцияның инверсиясы болып кетеді, мына точканың арқасында. Ал егер ол болмайтын болса, ол точка, ол жай ғана конъюнкция болатын еді. Мен бұның көбейтіндісі болатын еді. Бірақ мынаның есесінен мына жерде 1 мен 0 көбейтілсе, мынада да 1 мен 0 көбейтілсе. Мына жерде жай конъюнкцияда 1 мен 0-ді көбейтсек неше шығады? 0. 0. Ал мына жерде 1 мен 0-ді көбейтеміз, ол 0 болады. Одан кейін оны терістейміз, 1 болып кетеді бұл жағдайда. Себебі шыққан жауапты біз еще мына кесте бойынша терістеп тұрық. 0 шығып еді, ол 1 болып кетті. Мына жағдай, бағана сен айтқан жағдай, конъюнкцияның инверсиясы болып кеткен. Басқа сұрақ бар ма? Басқа сұрақ бар ма? Кері байланыс берейік, оянайық. Жоқ, жақсы, кеттік, алдағы қарай жылжайық. Келесі сұрақ. 128 символдық алфавиттің көмегімен жазылған хабар 20 символдан тұрады. Хабардың ақпараттық көлемі қандай дейді? Біз ақпараттың көлемін анықтау, яғни алфавиттік тәсіл арқылы, Хартли формуласы арқылы табуды білеміз.
Солай ма? Символдық дейді. Мынандай символдан тұратын алфавит. Оны қалай белгілейміз? Қай әріппен? N, үлкен N. N дұрыс айтасың. N тең 128. Так, мынау хабарлама 20 символдан тұрады дейді. Қалай белгілеймін? K, К тең 20 дұрыс айтасың. Демек, табу керек нені дейді бізге? үлкен I-ды. Үлкен айды жарайсың. Так, формула бізде I тең К көбейтілген кішкентай I және N тең 2-нің I дәрежесі етін. Так, бізге үші мына формула үшін I-ды тауып алу керек, е? I-ды қалай табамыз сонда? I неге тең болады? 7-ге. 2-ның 7 дәрежесі 28. 28 тең 2-нің 7 дәрежесі. Демек, кішкентай I тең 7. Мына формулаға қояйық. К 20 көбейту 7-ге. Неше болмақ? 140. 140. Жеңдік. Так, С жауабы екен. Алақай. Түсінбей қалғандар бар ма? Кері байланыс берейік. Алдыға жылжи аламыз ба? Расыл тағым бар бізде. Жарайды, кеттік алдыға. Б1 яшығындағы формуланы С1 яшығына көшірілген болса, С1 яшығының мәні қандай болар еді дейді. Біз Excelге әлі жете қойған жоқпыз. Бұл бізде формуланы бір яшықтан екінші яшыққа көшіру кезіндегі сілтеменің ауысуы. Мынау сілтеме ең бірінші тұрған. Бұл, ойбай, аны екі рет жазып қойыппын ғой. Бұл абсолют сілтеме, яғни абсолютты. Бұл ешқашан абсолютты сілтеме, бұл ешқашан ауыспайды. Бұл тұрақты. Бұны яшықтан яшыққа көшірген күннің көзінде. Ал мынау B2 мен A4 салыстырмалы сілтемелер. Так, бұл С1, так, Б1-де тұрды дейді, міне, осы жерде тұрды да С1-ге ауысты дейді. Значит, оңға қарай жылжыды. Ол жағдайда мынау тұрақты сілтеме ешқашан ауыспайды, бірақ мына B2 қазір мына жерде тұр ғой. Бұл да оңға қарай бір яшыққа жылжиды. Себебі біздің формуламыз оңға бір яшыққа жылжыды. A4 бізде мына жерде тұрған, бұл да оңға қарай бір яшыққа жылжиды. Демек, мынаған, яғни абсолютті А абсолютті 3-ке көбейту дейді. B2-нің орнына біз С2-ні жазамыз. Қосу A4-тің орнына B4 жазамыз. Бұл формула көшу кезінде A4-тің орнына B4 деп тұрып, B4-ті жазамыз. Енді неше шығады? Мынаның мәні бізде A3-тің мәні 3-ке тең, С2-нің мәні 5-ке тең, B4-тің мәні 2-ге тең. Так, қанша шығады? Септейік. Неше шығады? 17. 17. Қалай шықты? Біз бірінші өйткені көбейтуді орындадық, е? Бірінші көбейту орындалды, міне былай орындалды, одан кейін барып қосу орындалды. 3-ке 5-ті көбейттік 15, 15-ке 2-ні қостық 17. Жеңдік. Керемет. Так, сұрақ бар ма? Сұрақ. Жоқ, Сұрақ жоқ. Жақсы, ендеше алдыға қарай жылжиық. Так, екілік санау жүйесін ондық санау жүйесіне келтір дейді. Мынау санды. Қалай айналдырушы едік? Біз бұны өттік қой. Қалай айналдырамыз екіліктен ондыққа? үстіне разряд жазамыз да, көбейтеміз. Иә, дұрыс айтасың. 0-ден басталады, иә? Так, 2-нің 0 дәрежесі. 1, Астындағы 0-ге өйтеміз. 0. Қосу қанша? 2, Қосу. 4, Қосу. 8. Әй, 0 болады. Қосу. Сосын 16. Қанша? 22. Қандай санау жүйесінде бұл? Ондық. Өте жақсы. Болды, жеңдік. Сұрақ бар ма қалай шыққан туралы? Әділ, осындасын ба? Әділ осында ма? Алло, Әділ, алло. Әділді оятып жіберіңдерші. Кеттік ары қарай.
әрбір символ 1 байт болса, алфавит қуаттылығы қандай болмақ дейді. Значит, кішкентай I тең 1 байтқа. Сонда n неге тең? Қалай табамыз? N неге тең? Так, 1 байт болса, онда ол 8 бит та. 8 бит, значит, 4 та. Былай ғой сонда. Иә. Жауабы 256 бит. бит. Бит деп айтпайды негізі оны. Символ саны ғой бұл. Мына жерден бит деп жазып қателесіп қапты, бірақ символ саны бұл. Болды, жеңдік. Сұрақ бар ма? Кері байланыс берейік. Жоқ болатын болса, алдыға қарай жылжиық. Жақсы. Жоқ, Кеттік алдыға жылжиық ендеше. Келесі сұрақ. X санының көрсетілген мәндердің қайсысы үшін өрнек ақиқат дейді. Біз білеміз, өрнек ақиқат болу үшін біздегі конъюнкция, мына жерде көбейту амалы. Көбейту амалында ақиқат болу үшін екі айтылымда ақиқат болу керек. Міне мысалы, А мен Б болатын болса, оның мүмкін мәндерін жазып шығайық. Так, результат бізде 0 мен 0-ді көбейтсек 0, 1-ге 0-ді көбейтеміз 0, 0. Тек екеуі де ақиқат болған жағдайда ғана ол ақиқат болады екен. Сол себептен біз мына екі айтылымның да ақиқат жағдайын іздейміз. Так, x-тің орнына 3-ті қойып көрейікші. 3-ті қойдық. 3 үлкен ба бірден? иә, үлкен. Үлкен ақиқат. X кіші ма 3-те? 3, то есть 3-тен Жоқ, кіші ма? жоқ. Жалған. Бізге мына жауап болмайды. 3-ті сәйкес келмейді екен. Келесісін алайық. 1-ді қойық. 1 бірден үлкен ба? Жоқ. Жоқ, Нөл. болмайды. 2-ні қойық. 2 бірден үлкен ба? Иә. Иә, 2 3-тен кіші ма? Иә. Иә, демек болды. Жеңдік. Ақиқат шықты. Осы жауапты қабылдаймыз. Ал 4-ті қойып көрейік. 4 бірден үлкен ба? Иә. 3-тен кіші ма? Жоқ. Сол себептен де болмайды. Дұрыс жауабы бізде мінекей. Болды, жеңдік. Сұрақ бар ма осы тапсырма бойынша? Жоқ. Мынау бізде логикалық айтылымдар немесе логикалық пікір. Бұлар екі ғана мән қабылдайды, ақиқат немесе жалған. Оны жалпыға белгілі фактіден алады. Мысалы, 2-нің 3-тен кіші екен бәріміз білеміз. Жақсы, алдыға қарай жылжиық. Excel программасында мәтіндік жолдағы символдар санын есептеу үшін қолданылатын функция. Бұл жайында айта кетейін, мысалы үшін Excel'де орысша берілетін болса, сөздерді жай ғана қысқартады. Мысалы, среднее значение деген сөзді, ол қазақша бізде арифметикалық орта. Оны сыры знач деп қысқартқан. Так, минимум дегенді мин деп қысқартқан. Дәл сол секілді символдар саны деген длина строки негізі символдар саны. Длина строки дегенді дл стр деп қысқартқан. Ол жерде функциялардың барлығы сондай қысқартылған сөздер арқылы қолданады. Если деген бізде шарт, псрт деген тоже бір сөзден қысқартылған. Прот, даже білмеймін, өтірік әріптер жаза салдау деймін. Жарайды. Сұрақ бар ма? Жаттап алдық па? Длина строки, сыры значты, минимум, максимумды? Иә, ағай. Жақсы. Жеңдік болды, алдыға қарай жылжиық. Так, кеттік. 37 ондық санау жүйесінде дейді. Оны айналдыру керек екілік санау жүйесіне дейді. Қалай айналдырамыз? 37-ні 2-ге бөлеміз, 0 шыққанша қалдыға. Қалай? 37-ні 2-ге. 2-ге бөлеміз, до конца. Баған бойынша. Қанша болады? 13, 13. 18-ді 2-ге көбейтсе қанша? 36. Болды емес пе? Қалдық. Қалдық 0. 9-ді 2-ге. 4. 8 қалдық 1. 4-ді 2-ге 2, 4 қалдық 0. 2-ні 2-ге 1-ден береміз 2 қалдық 0. 1-ді 2-ге бөлсек?
0 Нөлден 1-ден береміз. 0-ді 2-ге көбейтеміз 0, 1-ден 0-ді іздеміз 1. Соңынан бастап жазуды ұмытпаймыз. Демек жауап 1, 0, 0, 1, 0, 1. Қай санау жүйесінде? Екілік. Болды, ондай жауап бар ма екен? Д жауабы. Болды, жеңдік. Кеттік, алдыға қарай жылжайық. Сұрақ бар ма осы тапсырма бойынша? Жоғы. Кеттік, алдыға жылжайық. Так, қазір келгендер кері байланыс берейікші. Осындамыз ба, ояуымыз ба? Қазір кім кірді бізде? Жанерке кірді, Асан кірді, ояуымыз ба? Микрофонымызды қосып, сабаққа қатысып отырайық. Сұрақтарға жауап беріп, е. Так, бізде міне келесі тапсырма логикалық сызбаның формуласын көрсет дейді. Бұл біздің негізі кезекті тақырыбымыз, шамамен біз бұны әлі өте қоймадық, е. Бірақтан да бізде плейлисттердің арасында, егер менің каналыма кірсек, плейлисттердің арасында тақырыпта бар осы, практикалық жұмыс та бар, осындай сызбаларды қалай өрнекке, өрнекті қалай осындай сызбаға айналдыру керектігі жайында. Так что ешқандай қиындық тудырмауы керек. Так, енді қарайық. Мына жерде мынау конъюнкция, көбейту белгісі. Осыны бірінші жазып алайық. Себебі осындай тапсырмаларды соңынан бастаған дұрыс. Және бұл жерде екі кіріс бар. Біреусіне А кіріп тұр екен. Демек, А және де мынау сызықтың бойындағы амалдар көбейтіледі. Так, енді мына сызықтың бойына келетін болсақ, бұл жерде Б дейді, мынау қосу амалы. Б мен мынау терістеу. Б-ның өзі дейді. Қосылған дейді, бұның терістелген түріне дейді. Так, бұл жерде мынау көбейту белгісі былай да белгіленуі мүмкін. Көбейту болып, жұлдызша болып, end болып белгіленуі мүмкін. Немесе қазақша және деп белгіленуі мүмкін. Мынау қосу бізде былай белгіленуі мүмкін. Так, және де ағылшынша or деп келуі мүмкін. Қазақша немесе деп келуі мүмкін. Терістеу, мына терістеу былай да берілуі мүмкін. Оны астына жазып қойын. Былай да берілуі мүмкін. Так, енді осыған сәйкесін іздеп көрейік. Біріншісінде бірақ Б екен, дұрыс емес, е? Мынада не қате? Мына жерде Б мен Б-ның терістеуі көбейтіліп тұр, ал бізге мынау амал керек. Сол себепте мынау қате. Нақты көрсетіп қойық. Аха, осы қате. Мына жерде мына қосу амалы тұр, а бізде А мен көбейту амалы болу керек еді. Сол себепте осы қате. Мына жерде міне көбейту тұр. Мына біз айтқандай Б тұр. Оған қосылған деген мына амал қолданылған, е. Мына жерде енді мына амал қолданылыпты. Белгіленудің еще мынаусы қолданылыпты. Мұнда былай берілген ғой. А көбейтілген Б, мына жерде жақша бар, е. А көбейтілген Б қосылған Б-ның терістелген түрі. Дұрыс, түсіндік па қалай шыққан? Яғы. Кері байланыс берейік. Бұларды келесі сабақтарда өтеміз. Егер асығыс болсақ, видео сабақтарды қарай салсақ болады. Кеттік, алдағы қарай жылжайық. Хартли формуласы біз білеміз, айтайық шікен. Қалғандарымыз атсалсайық, әшейін тыңдап отыру жоқ. Жанерке осындамыз ба? Хартлидің формуласы қандай? Қысқасы N2i. Тағы да формуласы бар етін. Жанерке? Хартли формуласын айтайықшы. Үлкен I тең. Нұрасыл қалай еді? К кіші i. Көбейтілген кішкентай I. Және N тең 2-ның кішкентай I дәрежесі. Немесе Атамұра баспасы бойынша қалай еді? X қып беріледі ғой. I kx 2x. Дәрежесі болды. Мынау екеуі де дұрыс. Так, бұған сәйкес бізде С ғана екен. Жеңдік, кеттік, алдыға қарай жылжайық. Қалғандарымыз кері байланыс берейікші, осындамыз ба, не үшін үндемей отырық? Бұл біз өтірген тақырып бойынша. Асан микрофонды қосып жауап беріп жіберейік та сұрақтарға. Кітап 100 беттен тұрады дейді. Аха. Бір бетінде 35 жол, ал әрбір жолында 50 символдан дейді. Демек, К неге тең, кім айтады? Қалай табамыз К-ны? Асан айтшы. Асан, Жанерке, оянайық. Қосамыз бәрін. Көбейтеміз бәрін. Көбейтеміз. Не үшін көбейтеміз? Бәрі бір кітапта орналасып тұр ғой. 100 беттен тұрады кітап, 35 жол, 50 символ. Бір кітапта орындаласқан үшін емес. Міне бізде әр бетте дейді 35 жол жазылған. Әрбір жолда 50 символ. Демек, 50-ді 35-ке көбейтсек, біз нені табамыз? Бір парақтағы жалпы символды табамыз. Ал дәл осындай бізде 100 парақ бар.
Сол себептен де шыққан санды 100-ге көбейтеміз. Демек, К тең 100 көбейту 35 көбейту 50. Не шығады? 175 мың. 175 мың. Өлшем бірлік? Бит. Өлшем бірлік жоқ, бұл символ саны ғой. Символ просто. Ага, кітаптағы ақпарат өлшемін есептеу керек. Демек, айды табу керек. Бірақ кішкентай бізге белгісіз. Кішкентай белгісіз болған жағдайда оны қалай белгілейміз деп едік? Кішкентай ай егер берілмеген жағдайда біз оны 8 бит деп алатынбыз. Бір символды. Демек, бұны 8-ге көбейтсек, біз символ санын аламыз, я? Символ санын емес, то есть кішкентай, мына үлкен ай тең К көбейтілген кішкентай ай еді ғой. Бізде К тең 175 мыңға. Так, ал ай тең 8-ге. Көбейтеміз 8-ге. Тең бір сан шықты дейікші. Қандай сан шығады? 1 миллион 400 мың. 1 миллион 400 мың ба? Так, бұны енді біз килобайтқа айналдыруымыз керек. Бұл қандай өлшем бірлікпен шықты? Бит. Бұл битпен шықты. Біз бұны килобайтқа айналдыруымыз керек. Қалай айналдырамыз? 8-ге көбейтеміз, байт шығады. 1024-ге көбейтеміз, килобайт шығады. Көбейтпейміз ғой, бөлеміз ғой. Бөлеміз. Дұрыс айтасың. 1 миллион 400 мың бөлеміз 8-ге неше болады? Қайт 175 мың шығады. Дұрыс айтасың, өткен жаңа ғана көбейтіп едік қой. Осыны бөлеміз 1024-ке. 1024-ке неше шығады? 175 бүтін 89. Yok көтті. 175 бүтін дейді. Мына жерде точно 175 мың беді. Калькуляторды алып есептеп жіберейік өте жылдам түрде. Яғни 175 мың шығады. 175 бүтін 170 бүтін 89 жуықтап алсақ 99 деп алсақ болады. Мына жауап келмей ма? Я, жуықтасақ. Жақсы, кеттік, ары қарай жылжайық. HTML-да мәтінді курсивпен жазатын тек білетін бедік? Италик. Дұрыс айтасың, италий немесе I, тағы да оны IM деп белгілесек болады. Мынау курсив мәтін жазу. Куршев болып қалды оны. Курсив мәтін жазатын осы екі тек екен. Бұның бізде қазір I тұр варианттар арасында. Кеттік бар қарай. Кері байланыс беріп отырайық. Әр сұрақ сайын Unicode-та кодталған әр таңба үшін 8 бит дейді. Яғни I тең 8 битке. Так, мына жерде неше символ? Жиырма жеті. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Бос орын саналады, символ тоже саналады. К тең 27-ге бізге не тап дейді? Үлкен ай. Үлкен айды тап дейді. Ол тең К көбейтілген кішкентай айға. Демек 8 көбейтілген 27. Неше болады? 216. 216. Өлшем бірлік? Бит. Дұрыс. Болды, жеңдік. Хартли формуласына қатысты ұбт-да да бір шама сұрақтар келеді. Бәріне дайын болайық. Қиын еш бәлеш жоқ. Кеттік алдыға қарай. Бір мекеме ішіндегі компьютерлерді қосатын желі дейді. Бұл тақырыпқа жете қойдық па біз? Жоқ. Так, онда айта салайын, бір мекеменің ішінде болатын болса, бұл аумақтық таралу бойынша жергілікті немесе локальдық желіге жатады. Бұл жергілікті деп аталады.
Мемлекеттік деген бұл тиістілігіне қарай, аймақтық деген бір қала немесе ауданның көлемінде, компьютерлік деген бұл әшейін біз шатастыру үшін тұр. Жаттап алайық. Бір мекеме, здания немесе бір бөлме, ғимараттың ішінде орналасқан компьютерлер арасындағы байланыс локальды деп аталады, немесе жергілікті. Түсіндік пе? Кеттік ары қарай. Белгілі бір әрекеттерді орындау мақсатында алдын ала бекітілген атау бойынша деген бұл Pythonға қатысты. Оны өткен жоқпыз әлі. Def кілттік сөзін жаттап алайық. Defтен соң процедура аты жазылады. Процедура аты. Одан кейін параметрлер жазылады. Осы def кілттік сөзі бізде процедураны алдын ала жариялайды, және қалаған уақытымызда біз осы атау арқылы процедураны шақыра аламыз. Демек, жауабы процедура. Себебі ол алдын ала бекітілген атау бойынша шақырылып орындалатын программаның тәуелсіз бөлігі. Сұрақ бар ма? Жоқ. Кеттік алдыға жылжайық. Так, суретте электрондық кестенің үзіндісі көрсетілген дейді. Average сөзін аудара аламыз ба? AVG, average. Қалай аударылушы еді? Бұл орташа деген сөз. Орташа. Демек, және де мына жерде егер қос нүктемен берілетін болса, мен бұның арасы. Ол аралық. Демек, A-дан B-ға дейін деген сөз. Екі адрес берілетін болса. Ал егер екі өтір нүктемен тұратын болса, оларды жекешелеп алады. Жекелеу. Яғни, бұл жерде A1 мен B2 деген. Міне A1, міне B2. Егер өтір нүкте тұрғанда A1-ді ғана және B2-ні ғана алатын еді, екеуін ғана. А бұл қос нүкте бергендіктен осы аймақтың бәрі алынады. Осы екеуінің арасындағы 1, 2, 4, 5 бәрі алынады. 1-де алынады, 2-де алынады, 4-де алынады, 5-де алынады. Және бұл жерде өтір нүкте арқылы S3-ті алыпты. Ол деген міне. S3 деген 9. Өтір нүкте арқылы жазылғанның есебінен тек өзі жалғыз алынады. Демек, осы 5 санның арасында арифметикалық ортасын қалай табамыз? Бәрін бір-біріне қосып 4-ке бөлеміз. Дұрыс, бәрін бір-біріне қоссақ 21 бола ма? Иә. 21 болды. Енді бұны қаншаға бөлеміз? 2-ке ма? 4-ке соң. Мына жерде 4 сан көріп тұрсың ба? 5, ойбай. 5 тең болады. 4 дейік ма? Дұрыс, дұрыс айтасың. 4,2. Жеңдік. Average деген функцияны жаттап алайық. Бұл орташа мән. Немесе арифметикалық орта. Барлығын қосамызда санына бөлеміз. 4 сан болса 4-ке, 5 сан болса 5-ке. Так, сұрақ бар ма? Алдыға жылжай аламыз ба? Немесе жалғауы қандай амалға сәйкес келеді? Бағана айтқанмын. Or, қосу. Қосу, дұрыс айтасың. Or немесе қосу. Жақсы, бірден жаттап алыппыз, иә. Ал көбейтуші қандай жалғауға сәйкес келеді ол? And. Дұрыс, and немесе қазақша және, иә. Жарайсың. Бірден қағып алыппыз. Бір өлшемді массивтер. Массивтердің именно бір өлшемдісі ол бір типтес элементтерден тұратын жиын. Яғни, бір атауға біріктірілген бірнеше бір типтес элементтерден тұратын жиын. Ол екі типтес емес. Мына жерде вообще негізі 8 болатын бірдеңе шірдеңе артық әңгіме айтып кетіпті. Дұрыс жауабы Б болады. Бұл анықтама. Бұны жаттап алайық. Міне анықтаманың басы, міне анықтаманың соңы. Алдыға жылжай аламыз ба? Байланыс берейік. Жақсы, кеттік алдыға. Мынау қай құрылғы? Біз бұл тақырыпты өткенбіз. Желілік адаптер. Желілік адаптер, дұрыс айтасыңдар. Себебі кулер болу үшін ол вентилятор болу керек еді. Дыбыстық карта болу үшін бұда мини-джек болу үшін наушникті қолданылған. Ондай жоқ. Бейне карта болу үшін не болу керек еді?
Да, ондай үлеліп тұратын кулер болу керек, оның Міндетті үлкен болу емес. керек қой. Кулер міндетті түрде емес, ол кулері жоқ видеокарталарда бар. Монитор тығуға арналған порт болушы еді. А мына жерде RJ45 коннекторлы Ethernet порт бар. Ethernet деген интернет, иә. Сол себептен де бұл желілік адаптер. Мынау интернет кабель, Ethernet кабель немесе LAN кабель деп те атайды. Кеттік бар қарай. HTML-де кесте тұрғызу үшін қандай тегтерді пайдаланамыз? Кесте сөзі ағылшынша қалай болады? Table, кесте. Болды, жеңдік. HTML-да бәрі солай оңай. Ары қарай, мынау қандай желі түрі, қалай ойлайсыңдар? Мемлекеттік пе? Жоқ, Жоқ. бұл байқасақ, Аймақ мынау дейді. модем тұр. Жоқ. Бұл модем тек іште қолданылады. Яғни ғимараттың ішінде, немесе бөлменің, кабинеттің ішінде. Бағана айттық қой, ондай желі қалай аталушы еді? Жергілікті. Жергілікті, дұрыс айтасыңдар. Өлшемі 15 килобайт файл дейді. 5 минутта тасымалданды дейді. Демек, V тең 15 килобайт. Так, одан кейін 5 минут. Т тең 5 минут. Тасымалдау жылдамдық деген ол Q. Значит, табу керек Q-ді. Бізде желінің өткізгіштік қабілетін немесе тасымалдау жылдамдығын анықтауға арналған V тең Q көбейтілген T деген формула бар. Бұл жердегі V желінің емес, то есть ақпарат көлемі, Q деген өткізгіштік қабілет, T деген уақыт. Бізден осы жерден Q табу керек. Q сонда неге тең болады? V бөлінген T ма? V бөлінген T, дұрыс айтасың. Енді бірақ бұларды біз өлшем бірліктерін ауыстырайық, килобайт емес, битке айналдырайық. Минут емес, секундқа айналдырайық. Килобайттан битке қалай айналдырамыз? 1024-ке көбейтеміз. Көбейтеміз 24-ке, потом 8-ге. 8-ге көбейтеміз. Не шығады? Не шығады? 122.880. Так, енді Т минутта айналдырайықшы. 5 минутты қалай 300 секунд. айналдырамыз? Оны қайдан 300 білсін? секунд. 5-ті 60-ға көбейтесің. 300 секунд. Мына жерде өлшем бірлік қандай болды? Бит. Так, енді сонда Q тең 122.880 бөлінген 300-ге. Жауабы? 409.6. Өлшем бірлік? Бит секунд. Демек, бұл желінің өткізгіштік қабілеті секундына 409,6 бит екен. Жақсы, сұрақ бар ма осы тапсырма бойынша? Жақсы, алдыға жылжайық ендеше. Көрсетілген мәндердің қайсысы x үшін нақты мән екенін көрсетіңіз дейді. Так, x-тің орнына 15-ті қоямыз. 15-15-тен үлкен ба? Жоқ. 0, 15-16-тан үлкен ба? Жоқ. 0. Так, мынау импликация. Демек, бұл 0-ден 0-ге бағытталса ақиқат болады. Мынау терістеу оны 0 қылады, мынау терістеу оны 1 қылады. Жауабы 15. Жеңдік. Ары қарай жылжай аламыз ба? Кеттік. Өлшемі 200 килобайт файлды дейді. Секундына 25.000 бит жылдамдықпен қанша уақыт ішінде тасымалдауға болады дейді. Не берілген бұл жерде? Өлшем берілген. Q берілген ба? Kill деген не ол? Q ма? Q, я, дұрыс айтасың. Желінің өткізу қабілеті берілген. Бірақ ол бит секундынаға секундпен өлшеніп тұр. Бізге табу керек нені?
Т уақыт. Дұрыс айтасың. Ал Т неге тең? Егер В тең Q көбейтілген Т болса, Т неге тең осы жерден? V бөлінген Q ма? Дұрыс айтасың. Так, ол үшін бірінші В-ны битке келтіріп алайық. В тең 200 қалай айналдырамыз? Көбейтеміз 1024, көбейтеміз 8. Қанша болады? Бір миллион 638.400. 1 арты ғой мына жақта. Яғни Т тең 1.638.400 бөлінген 25.000-ға қанша болады? 65.536. Тартып 65,5 секунд. Бар ма ондай жауап? Жеңген жоқпыз ба, я? Болды емес пе, басқа не керек енді. Кеттік алдыға жылжиық. Сыңарсыз текті көрсетіңіз дейді. Сыңарсыз тек дегеніміз HTML-да жұпсыз деген сөз. Себебі жұп тектерде олар екі тектен тұрады, ашушы және жабушы. Ал сыңарсыз тектер тек бір тектен тұрады. Олар саусақпен санарлық, жаттап аласылайық. HR және IMG және BR да бар мына жерде. Білетін тектердің ішінде. HR көлденең сызық. IMG деген сурет қосады. BR деген жол тастау. HR деген horizontal ме? Иә. Көлденең сызық. Жеңдік па? Кеттік ары қарай. Суретте жүйелік блоктың қай құрылғысы берілген? Аналық тақша. Дұрыс айтасың, аналық тақша. Компьютер конфигурациясын өткен кезде бұл тақырыпты өткенбіз және осы суретпен, шамамен осы суретпен танысқанбыз. Алдыға жылжи аламыз ба? Кеттік ары қарай. Позициялық емес санау жүйесін көрсетіңіз дейді. Римдік санау жүйесі. Римдік позициялық емес. Себебі позициялыққа кез келген санау жүйесі барлығы жатады. Мысалы, ондықты алып қарайықшы. Ондықта 2453 деген сан берілсе, мынау қандай бөлігі? Бірлік. Бірлік. Мынау Жүздік. Жүздік. Ол ондық. мынау жүздік. Мынау мыңдық бөлігі. Ал позициялық еместе римдікте, допустим, мынау қандай сан? Бұл деген 10 қосу 10 қосу 5 қосу 1 қосу 1 қосу 1 деген сан емес па? Бұл жерде орындарын ауыстырсақ, мәні өзгермейді. Именно осы жағдайда. Түсіндік пе? Кеттік ары қарай. Қала немесе облыс аумағында орналасқан желі қалай аталады, мен бағана айтқам? Аймақтық. Аймақтық желі, дұрыс айтасыңдар. Және бүгінгі сабақтың соңғы сұрағына қарай келесі. Сымды сымсыз болып бөлінетін компьютерлік желілердің түрі. Бұл туралы айтып бердім. Жоқ. Ақпаратты тарату ортасына қарай ол екіге бөлінеді екен. Сымды және сымсыз. Тиістілігіне қарай ол мемлекеттік және ведомстволық болып бөлінеді. Тасымалдау жылдамдығына қарай төмен, орташа, жоғарғы болып бөлінеді.
Аумақтық таралуына қарай қалай бөлінушеді? Жергілікті, аймақтық және ауқымды болып бөлінеді. Сұрақ бар ма? Жоқ, Жақсы, ендеше бүгінге біздің нұсқа талдау сабағымыз аяқталды. Дәл осы сабақтың жазбасын YouTube-қа саламын, және басқа да нұсқа талдаулар мен сабақтарды YouTube каналдан көре аламыз. Ендеше сабақ аяқталды. Сау болыңдар.